Саламатсызба, құрметті әріптестер, құрметті оқушылар. Сіздердің назарыңызға осы видеода мен Қазақстан тарихы ұлттық бірыңғай тестқа 2020 жылға дайындықты өз жиынтығымды, комплексімді назар аударсаңыз. Мынау осындай Қазақстан тарихынан ұбт-ға 2020 комплексі. Соның ішінде не бар? Қарайық, байқайық. Осы жиынтығының ішінде байқасаңыздар, Қазақстан тарихынан міне ұбт-ға MyTest бағдарлама бойынша жиналған 100 нұсқа. Соның ішінде қандай тақырыптар, қандай тесттер бар? Бұл аралас тесттер. Соның ішінде 2018-2019 ұбт-да болған тесттер. Жәндегі негізгі тесттер араластырған. Негізгі тесттер деген ол ежелгіден біздің заманымызға дейін жалпы және тағда 2018 мен 2019 ұбт-да болған тесттер араластырып 100 нұсқа жасағам. Сол әрбір нұсқада 20 сұрақтардан сонда бүкіл жалпы жиынтық бойынша 2000 сұрақ. Енді байқаса қалай істейтін. Мынау MyTest бағдарлама жақсы нәрсе негізі. Кімде компьютер бар, айта кетейін, телефонда істемейді, тек қана компьютер, ноутбукта істейтін болады. Мысалы, қалай ашылады, байқаңыздар. Осы қазір ашатын болам. 14-ші нұсқа, 20 тапсырма, бағалау. Міне осылай тест деп бастаймыз. Начать тест. Мынаның ішінде өз аты жөнін жазамыз. 10-шы сынып. Окей. Міне қанлы ел ішінде әр елікті басқарғандар. Мысалы, кіші хандар демізді. Дұрыс жауап. Дұрыс көрдіңіздер, иә? Енді мысалы 1989 жылде айындағы Қарағанды шахтерінің саяси талаптары, мысалы жаңағы дұрыс жауабын, дұрыс емес жауабын белгілесек, Ауғанстан кеңес әскерін шығару. Байқаңыздар, міне дұрыс емес, неправильно дейді. Сонда дұрыс жауабын көрсетеді. Міне байқасаңыз, одақтық министрліктердің монополиясын жою. Окей. Осылай 20 сұрақтарды біткеннен кейін осындағы қазір міне ең кезінде осы бағалау шығады. Қандай, мысалы, мен жаңа енді тоқтаттық, алдын тоқтатып, сондықтан да міне 20 сұрақ, қандай баға, содан кейін бағадан кейін отчет по прохождению теста, қай жерде қателіктер болды, міне верно деген, ошибка деген, қате деген сізде көрсетіп, тағы да қандай дұрыс жауабын көруге болады. Міне осыдан міне 100 нұсқа. Ал осы 100 нұсқа тағы да екінші бөлікте, осы жиынтықтың бөлігінде Қазақстан тарихы Word-та 100 жаңағы нұсқа сол Word-тың ішінде. Ол неге керек? Ол енді мысалы кімде үйде жаңағы компьютер болмаса, интернет болмаса деп айтпақшы, интернет керек еместі. Кімде интернет болмаса, осылай міне балаларға принтермен шығарып, мысалы өзіңіз дайындық сабақтарында көрсетуге болады. Тағы да мысалы қазір WhatsApp арқылы мен мысалы кейбір кезде қазір өзімнің 11-ші сыныптарыма мына осындай Word документте лақтырып отырам. Олар қарап отырады да сол телефоннан. Осы ыңғайлы болып тұр. Соның ішіндегі жаңағы дұрыс жауаптары бар, ең астында. Сонымен осындай нұсқа. Сонымен жаңағы MyTest бағдарлама және де тест Қазақстан тарихы Word бағдарлама. Мына үшінші папка, ол жаңа бағдарлама, MyTest бағдарламаны орнату керек. Оны қалай орнату керек? Қараңыздар. Ашасыздар, мына жерде MyTest Setup деген бар. Бағдарлама ашамыз, MyTest Setup. Қазір ашылады. Содан кейін выберите язык, который будет использован. Мынаның ішінде енді мына бағдарлама Россияда жасалған, сондықтан да мына тек қана екі тіл, ағылшын мен орысша. Енді сізге түсінікті орысша, сондықтан да орысшаны қабылдайсыз да осылай міне мастер установки. Далее
принимаю условия дейсіз. Далее установить. Не бір жарты минуттың ішінде компьютерға жүктеледі. Бағдарлама. Бірінші осыдан бастайсыздар. Бағдарламаны, MyTest бағдарлама қою. Содан кейін бірақ тесттарыңыз, жаңағы мен көрсеткен MyTest бағдарлама тесттері ашылады. Ал алдын ала тесттарды көрем деп ашам десеңіздер, ол ашылмайды. Бірінші осы бағдарламаны қою керек. Міне установка. 1, 2, 3, міне. Болды, завершить. Болды. Осы папкадан шығамыз. Осы папкадан шыққаннан кейін, жаңағы байқаңыздар. Осы бірінші, осыдан бастайсыздар. Поштадан алғаннан кейін, бірінші компқа MyTest бағдарлама орнатасыз. Содан кейін, орнатқаннан кейін, осындай жасыл 4 пуштар болса, значит, нормально, значит, уже жүктелген деген сөз. Ашылады. Жаңамен ашылғандай секілді. Болды, осы міне құрметті әріптестер, мынау Қазақстан тарихына УБТ-ға 2020-ға дайындалуға мен ойлауымша қолайлы жиынтық. Негізі бағасы 3000 теңге. Ал оны қалай алуға десеңіздер, осы видеоның астында, осы YouTube-та видеоның астында менің WhatsApp-ның номері бар. Сол WhatsApp арқылы өзіңіз хабарландыру бойынша қандай баға, қалай алуға болатыны маған өз байланысасыздар. Осымен міне болған сізбен бірге Тілеужан Мұратович Ташимов. Келе жатқан мейрамдарыңыз қайырлы құтты болсын. Бәріңізге тек қана жақсылық дейміз. Сау болыңыздар.